Жақшаларды ашу коэффициент тақырыбымен таныс боламыз. Жақша ішінде алгебралық қосынды жазылған өрнектерді оған тең жақшасыз өрнектермен алмастырып түрлендіру жақшаларды ашу деп аталады. Бірінші жағдай. Жақша алдында плюс таңбасы бар А қосылған, жақша ішінде минус В қосылған С алынған Д түріндегі өрнектегі жақшаны ашу. Яғни оған мысал келтіре кетейік. 7 қосылған жақша ішінде минус 9А қосылған 4Б минус С өрнегіндегі жақшаны ашайық. Өрнекте 7-ге минус 9А қосылған 4Б алынған С қосындысын қосу берілген. Қосындыны табу үшін 7-ге минус 9А плюс 4Б минус С қосылғыштарын жазылу ретімен тізбектеп қосып шығу қажет. Жақша алдында минус таңбасы болса, жақшаны ашқан кезде жақша ішіндегі қосылғыштардың таңбалары қарама-қарсы таңбамен алмастырылады. Яғни бұл алдында минус таңбасы бар жақшаларды ашу ережесі. Оның әріптермен жазылуы былай екен. Мұндағы А, В, С және де Д ол рационал сандар болады. Үшінші жағдайды қарастырайық. Егер жақшасы бар өрнектің құрамында санмен қатар әріп көбейткіштер де болса, онда көбейтудің терімділік және ауыстырылымдылық қасиеттерін пайдаланып, өрнекті жақшасыз жазуға болады. Бұл жағдайға байланысты бізде оқулықта мысал келтірілген 2 көбейтілген минус 4А көбейтілген 3В өрнегін ықшамдайық. Көбейтудің терімділік, ауыстырымдылық қасиеттерін пайдаланып, сан көбейткіштерді бөлек, әріп көбейткіштерді бөлек топтаймыз. Қарастырып кеткен үшінші мысалымыздың мәні минус 24, яғни мұндағы 24 саны берілген алгебралық өрнектің коэффициенті деп аталады. Егер өрнек санмен бір немесе бірнеше әріптің көбейтіндісі болса, онда санды коэффициент деп атайды. Коэффициент әріп көбейткіштердің алдына жазылады. Ал 1-ге немесе минус 1-ге тең коэффициент жазылмайды. Төртінші жағдай. А көбейтілген В қосылған С көбейтіндісі түріндегі өрнектердегі жақшаларды ашу үшін көбейтудің үлестірімділік қасиетін пайдалану керек. Яғни А көбейтілген В қосылған С ол тең болады А көбейтілген В қосылған А көбейтілген С. Мұндағы А, В және де С рационал сандар.